Бүгін шоколадты сметаник дайындаймыз. Видеоны аса лайк басып, жаңадан секчер машин тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен үй температурасында тұрған сары майға қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Мен пирогыма жұмыртқа қосуды ұмытып кеттім. Сіздер міндетті түрде 3 жұмыртқа қосыңыздар. Жақсылап араластырып алып, үстіне қаймақ саламыз. Және де барлығын толық бір құрамды болғанша араластырамыз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Алдын ала ұнымызды, қопсытқышымызды илегіштен өткізіп алып, қоспамызға қосып, араластырып, жұмсақ қамыр болғанша илеп аламыз. Жұмсақ қамыр болғаннан кейін осындай жұмсақ болуы керек. Оны 30 минутқа холодильникке пакетке салып қойып қоямыз. Бұл пирогты мен ең бірінші рет жасап көріп жатырмын. Дамы өте керемет болып шықты. Енді салмасын дайындаймыз. Қаймағымызға қантымызды қосып, жұмыртқамызды салып, бәрін бір қалыпты құрамды болғанша араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Қоспамызға бір қасықтай мед қосамыз. Видеоға қосқан уақыты түспей қалыпты. Жақсылап араластырып алып, шоколадымызды дайындаймыз. Шоколадымызға сары майымызды қосып, водяной баняда немесе микроволновкада ертіп алып, сметанамызға, қоспамызға құямыз. Барлығын жақсылап құйып, бір қалыпты құрамды болғанша жақсылап араластырып аламыз. Қоспамызды дайындап алғаннан кейін формамызды дайындаймыз. Формамызға май жағамыз немесе пергаментный бумага төсейміз. 30 минут тұрған қамырымызды алып, формамыздың мөлшеріне байланысты қамырымызды жайып аламыз. Менде форма 4 бұрышты болғандықтан мен 4 бұрыштық жасадым. Формамыздың жан-жағына қамырымызды бортик жасаймыз. Салмамызды құйып, тегістеп, 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымыз піскеннен кейін толық суытып алып бірақ кесеміз, және де 3-4 сағатқа холодильникке қойып қойсаңыздар өте дәмді болады. Видеоны аса лайк басып, жаңадан секчер машин тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Рахмет.